Қаршыға мотоциклдері 200 куб және 150 куб түрлері бар. Түрлері 4 түрлі түс: қызыл, мына жақта көк, ақ бәрі болады. Мынау көк түрі, мынау ақ түрі. Енді характерлерін осы видеоның астына жаздық, сипаттамасы. Штанговый мотор, балансировка мен титановый дискі, алды арты бәрі барабан. 5 сатылы қорап, айналмалы скорс. Бұлайда кикстатор бар, теуіп оталдыратында. Сосын электроник кикстатор да бар. Механикалық щиток, скорс бәрін көрсетеді. Майдың датчигі, бензиндің датчигі бәрін көрсетеді. Километр жаз өлчейтін. Сосын нейтралка бәрін көрсетеді. Багы 15 литр таза. Крылосы эндуранкі сияқты. Батпақ тұрмайды алдыға. Мына жақта да крылго бар, долғалары бар, зат салатын. Міне ақ түсі осындай болады. Өте әдемі дизайнда, қазір арзан нарықта осы Қаршыға нөмері 1 деп айтуға болады. Өйткені баға жағынан әлі ешкім Қаршығаның бағаларын сындыра қойған жоқ. Тек қана баға жабысып отқан жоқ, және качество да бар. Бұл жерде бұл баға арзан болғанмен, сапа дұрыс болмаса тағы бекер. Бос сөз бәрі. Баға арзан дейтінде арзан емес бір. 370, 350, 380 маңайында сатылып отқан мотоциклдер. Енді ол қарапайым халыққа аз ақша емес. Сондықтан бізде жаңа техниканың мықты болуын қадағалаймыз, және өзіміздің тапсырыс беретін компанияларға міндетті түрде үлкен тапсырыспен, үлкен жаңа қадағалаумен, жаңа өзіміздің немен жасалады, талаптармен жасалады. Моторның күші бұлай, мына жерлер темірден жаса деген сияқты әртүрлі талаптар қоямыз. Біз бұл салада тәжірибеміз бар. Бүгін ғана айналысып отқанымыз жоқ. 7-8 жылға кетіп бара жатыр мотоцикл. Бұл жағында тәжірибеміз жеткілікті. Сіздерге жақсы мототехникалар ұсына аламыз. Құрметпен, Мото Қазақстан және 234 KZ сайты. Мото Қазақстан KZ деп кірсеңіздер де болады. Сайт бәрі осы видеоның шетінде жазулы тұр.